Отогнали машину, ребята, что чувствуешь? Адреналин. Осыдан тура 8 ай бұрын пранк жасаған мына 3 жігітті полиция ұстап хаттама толтырды. Ақыр соңы олар сот залынан бір-ақ шықты. Не предприняли этих мер, попыток объяснить водителю такси происходящее, либо прекратить свое действие. Судья үкімді оқыды, шешім әп-сәтте орындалды. 3 блогер жалпы режимдегі түзеу колониясына қамалды. Бұл Рамир Хасанов, Айдын Түсіпов және Ерсін Дүмшебайдың бірінші қылығы әлде былығы емес. Алматыда көшеде отырып шахмат ойнағанда осылар, вирус өршіген сәтте елдің бетіне жөтелгенде осы блогерлер. Мұндай қадамға не үшін баратындарын былай түсіндірген еді. Скучно очень. Просто очень скучно. Енді түрмеде іштер пыса қоймас. Бұл блогерлерді темір торға қамап жатқанда артынан өкшелеп келе жатқан жасы кішілер шықты. В Алмате очень жарко! Бір күн бұрын Алматыда өрт сөндіргіштің буын көшеге шашып ыстықтап жүрген бұлар 1999 және 2002 жылғы азаматтар. Блогерлердің батырлығы ұзаққа бармады. Түсірілген контентті видео үшін халықтан кешірім сұраймыз. Қазақстан Республикасының заңын бұзбауға уәде беремін. Кешірім сұрау аздық етті, олар әкімшілік жауапқа тартылды. Осыған дейін колонкадан айғайлатып ән қосып, елдің есін шығарғанда осы Армянов пен Әлиақбаровтар еді. Психолог мамандар бұл жастар жылдам танылғысы келіп, осындай қадамдарға барады дейді. Психологиялық тұрғыдан әр адамда мен концепция болады. Мен керемет болайын, мен ерекше болайын, басқа адамдардан ерекше нәрсе көрсетейін деген осындай нышаналық түрдегі ойлар кейде адамдарды жауапкершілікке тартатын жаңадан бір әрекеттерге, халықтың шамына тиетін, халықтың көңілін аударатын әрекеттерге барып жатады. Достар, бүгін бізде жаңа пранк. Егер осы бүгінгі пранкымыз ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдырып. Айтпақшы, жұртты қорқытып жүрген тек жастар емес, пранкер болуға аталасып жүрген мына ересектерге қарап, не айтуға болады? Блогер деген бір қауым елге бір шара қолданбаса, бетімен кетейін деп тұр. Айбек Қосан, Айбат жаңалықтар қызметі.